Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай жолмен дайындалатын чак-чак дайындаймыз. Бар жоғы 2 ақ заттан тұрады. Жұмыртқа мен сгущенка болса болғаны. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Егер ұнап жатса лайк басып және подписаться етіп кетсеңіздер. Бізге енді осындай құрғақ ыдыс қажет. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Üstüne şım tuz salamыз. Şım az sudaсын salamыз. Енді шым жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне 8 ас қасық құм саламыз. Мен оның алдын ала елеп алдым. Бастапқы кезде осылай қасықпен қозғаймыз да, кейін қолымызбен жейміз. Жан-жағын жинап отырып елейміз. Міне осындай жұмсақ әдемі қамыр болып шықты. Енді 10-15 минутқа тұнып тұруға жібереміз. Қамырға елеу қамыр беріп. Енді осыларға кетчуп қоямыз. Қамырымыздың елеу қамыры. Севе отырып, чөп-чуға етіп жайып шығарамыз. Арнайы кескішпен болсын, ұшақпен болсын, енді ұсталаламыз, қалай көрсеңіздер де. Мен кесіп алдым. Қызып тұрған майымызға осындай аз-аздан сала отырып пісіріп аламыз. Тез-тез пісіп шығады. Осы 2 жұмыртқадан 5 тарелка шықты. Сгущенка қойып шығамыз.
үстіне осылай түтігін өткізіп шоколад сеуіп шықсаңыз болады. Әдемі көрінеді. Біздің чак-чагымыз дайын болды. Сіздерге ұнап жатса, сіздерден қолдау күтемін.